Сәлеметсіздер ме, құрметті қатысушылар? Бүгін IP ашуды үйренеміз. Ол үшін Google Chrome'ға кіріп, e-лиценз сайтын табамыз. E-лиценз сайтына кіріп, жоғарғы оң жағында зарегистрироваться кнопкасын басамыз. Мына жерде с помощью ECP и подтверждаю кнопкасын басып, далее кнопкасын басасыздар. Адрес электронной почты деген жерге мен әрқашан клиенттің номерін жазам. Клиенттің номерін немесе иінің жазсаңыздар болады. @mail.ru. Парольді стандарт A12345 6A деп белгісі. Мына жерде парольді қайталайсыздар. Выбрать сертификат, файловая система, место хранения. Дайындап қоясыздар алдын ала ECP-сын. Менде қазір рабочий столда тұр. Әрқашанда e-лиценз сайтында бірінші ауыспен кіреміз. Открыть. Мне клиенттің аты жөні шығады. Подписать. E-лиценздің үстіне басамыз. Мына жерде обслуживание дегенді таңдап аламыз. 5-ші пункт. Уведомительный порядок. Уведомление о начале деятельности. Біріншісін таңдаймыз. Заказать услугу онлайн. Бұл жерде бұл кісінің бүкіл данныйларын қарап аласыз. IP тіркемес бұрын EGOV-ға кіріп, міне мысалға мен жерде дайындап қойғам EGOV-ға кіріп, осы жерде адресінің барлығын тауып, жермен тауып жаза берсеңіз болады. Не, осы жерде звездочкасы барлық жерлерді барлық толықтай толтыру қажет. Және де почтовый индекс обязательно толтырылу керек. Почтовый индексті тоже алдын ала қарап аламыз. Пропискасы бойынша почтовый индекс 070814 екен. Әр жақтың почтовый индексі әртүрлі болады. Сол себепті бұны алдын ала интернеттен қарап тауып қоясыздар. Телефон номері EGOV-та болады, немесе өздеріңіздің WhatsApp-пен сөйлесіп отырған номерін жазады. Жерде запрос бересіз. IP ашуға бола ма, болмай ма деген запрос. Да деп шықса, ары қарай жалғастыра бересіз. Бұл жерде нет деп шығып қалуы мүмкін. Ол нет деп шықса, астында причинасы жазылып тұрады. Не себепті ол кісі IP аша алмайтын. Келесі бет. Міне мында область Алтай. ВКО Қазақстан. Міне мына жерден тағы да бір қарап шықсаңыз болады. ВКО район Алтай, город Алтай дейді. Казахстанская область, район Алтай, город Алтай дегенді таңдап аламыз. Мына жерде название улицы на русском жазасыз. Номер телефоннан ар жағынан бірінші бетте сразу копировать етіп, вставлять етсеңіздер де болады.
Же название улицы деген жерге бір жерге ғана жазсаңыздар болады. Наименованияға ип и фамилиясын жазасыздар. Орысша ип Ахметжанов. Бұл жерде клиент қандай ип атауын өзі қойғысы келеді, соны сұрап алыңыздар, немесе өзі айтпаса фамилиясы мен атын қойсаңыздар болады. Выбор порядка режима налогообложения деген жерде упрощенная декларация таңдаймыз әрқашан. Или светте қазір деятельность түрін таңдаймыз. Бұл кісі сатумен айналысады екен, сол себепті мен оптовая розничная торговля и ремонт деп басам. Мына жерде розничная торговля, кроме торговли автомобиля и мотоциклов деген басамыз. Розничная торговля вне магазина через интернет сатады ол кісі. Сол себепті розничная торговля путем заказа товар по почте или через сеть интернет дегенді таңдайтын боламыз. Басып, выбрать кнопкасын басамыз. Қандай деятельность болатын алдын ала оқетті тоже интернеттен қарап біліп алсаңыздар да болады. Далее кнопкасын басамыз. Мына жерде подписывать етеміз. Подписывание всегда РСА мен. Ауыз дегеніміз ашу, РСА дегеніміз рұқсат беру деген. Пароль всегда ағылшынша тұрып қадағалап отырыңыз. Подписать. ИП ашылды. Мына жерде удовлетворен